Қайырлы күн баршаларыңызға, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бір жасағына шығатын, дәмі керемет болатын, сырты қытырлақ шөберектерді бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен қайнап тұрған ыстық суымыздың үстіне бір шай қасық тұзымызды салып араластырып аламыз. Тұзы еру керек. Електен өткен ұнымыздың үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Осы ұнымыздың үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып араластырамыз. Бір келкі етіп қамыр илейтін боламыз. Бізде жұп-жұмсақ, әдемі қамыр шығады. Қамырымызды пакетке салып тындырып қоямыз. Осы уақытта салмасын дайындаймыз. Үткіштен пиязымызды өткіземіз. Осының үстіне тартылған етімізді өткізіп, дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз. Пиязымыздың суы қатты шықпаса, үстіне кішкене суға жіберсеңіздер болады. Тыныққан қамырымызды видеода көрсетілгендей ұзынша қамыр етіп жасап аламыз. Осы қамырымызды майда бөліктерге бөліп шығамыз. Мен 30 грамдағып жасап шықтым. Көлемін өзіңіз білесіз, үлкендеу қылсаңыздар болады. Осы майда бөліктерге бөлінген қамырымызды дөңгелетіп шығамыз. Қамырымызды жұқалап жаятын боламыз. Өте жұқа қылып жаюға тырысыңыздар, сонда шөберектеріміз әдемі көтеріліп шығады. Жайылған қамырымыздың бір шетіне салмамызды саламыз, салмамызды жұқалап саламыз. Қалың болып шықса, піспей қалуы мүмкін. Екінші бетін жауып, вилкамен шет-шетін басып шығамыз. Тапамызға майымызды құйып ысытатын боламыз. Бір-бірден осылай үстіне майын құю арқылы, ыстық майды құю арқылы пісіріп аламыз. Мінекей бізде осындай әдемі, керемет, кез келген дастархан сәнін келтіретін шөберектер дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.